қайырлы түн достар сіздерге. Қазір ғана той иесімен кездесіп келе жатырмын. Сонымен қызық болды. Той иесімен сөйлесіп далаға шығып машинама отырып жатсам, Бексұлтан мырза, сіз осындай арзан машинамен жүресіз бе не дейді да, простой машинамен. Өзім біртүрлі болып қалдым. Сосын айттым, енді көлік ең басты жүріп тұр ғой дедім да, ойбай, сіз танымал болғаннан кейін сіз қымбат машина шығар, джип мінетін шығар деп ойлап жүрміз ғой дейді да. Сонымен айттым, біріншіден мен танымал емеспін дедім. Мен қарапайым адаммын өздеріңіз сияқты. Екіншіден, мен үшін көліктің қатты қымбаттылығы маңызды емес дедім. Үшіншіден, ол дүние дедім да, дүние деген қолдың кірі. Так что маған осы машина болады, тем более қазір анама үй салып жатырмын. Сол үйді бітіргеннен кейін Құдай қаласа қымбат көлік ала жатармыз. Енді онда уақыт келеді, әр нәрсе өзінің сәтімен ғой, сабақ тиген сәтімен дейді қазақ. Қазір енді білмеймін, енді бар ғой, қазіргі заманда, қазіргі қоғамда адамды көлігіне қарап, киген киіміне қарап, ұстаған телефонына қарап бағалайтын уақытқа жетіппіз уже. Қазақтың дұшпан аяққа қарайды деген сөзі бекер айтылмаған ғой негізі. Бір өлең жолдар бар, мен өзім постоянно тыңдаймын. Астыңа не мінсең де табытың ақыр көлік дейді да. Ең соңғы көлігің бәрібір табыт қой дейді. Сол үшін мен үшін жалпы басқасын білмеймін, өзім үшін жауап берейін. Мен үшін қандай көлік мінгенім маңызды емес. Және мен танымал емес, мен өздеріңіз сияқты қарапайым қазақтың баласымын. Енді телевизорда, телевидениеде Қосылай бағдарламасында қатысушы болдым. Сол жерден көп кісілер таниды былай адам ретінде. Бірақ мен ондай бір танымал жұлдыз болмаса ойбай бір не емеспін. Менің тәрбием сондай, мен қарапайым отбасына дүниеге келгем, мен қарапайым ата-ана тәрбиелеген, қарапайым ауылда өскем. Сол себепті мен үшін бірінші орында қарапайымдылық. Мен кез келген ортада қай жерде жүрсем де өзімді қарапайым ұстауға тырысам. Өйткені өзіңді басқалардан жоғары ұстау ол тәкаппарлықтың белгісі. Ал тәкаппарлық ол ібіліске тән нәрсе. Сол себепті мен ойлаймын, адамды көлігіне қарап, телефонына қарап, басқа бір дүниеге қарап, телефонына қарап, басқа бір дүниесіне, үйіне қарап бағалайтын нәрсе емес. Адамды жүрегіндегі иманына, адамгершілігіне, жалпы адамға деген қарым-қатынасына қарап бағалаған дұрыс сияқты меніңше. Ал енді көлік, дүние, үй, ақша, тағысын тағы олар бола беретін нәрсе ғой. Сондықтан да бір-бірімізді адам ретінде бағалай үйренейік. Қалған нәрсенің барлығы болады достар. Ассалаумағалейкум. Енді бір іштегі жан айқай ғой. Жалпы менің ойым солай, сіздер қалай ойлайсыздар? Бүгін менің парақшамда осы соңғы 5-6 жыл бойы бар адамдар біледі. Мен баяғыда видеограф болатынмын, видео түсіретін білесіздер. Кейін енді ол нәрсемен айналыспай кеттім. Тек қана өзімізге жаңағындай контент түсірген кезде ғана түсіретін болдық та камерамен. Енді бүгін бір арсенал алайын деп тұрмын камераға байланысты. Кәдімгідей стабилизатор деген дүние бар ғой, стедикам деп айтады кейбіреулер. Мынау камерамен жүгірген кезде қолың шайқалса да камераны ұстап тұратын стабилизатор деген нәрсе бар. Соны сатып алуға келдім. В общем, бүгін кішігірім покупка болайын деп тұр. Ертең, кстати, бір заказ түскен видеодан. Баяғыда бір түсірген клиенттерім бар еді. Сол клиенттер хабарласып, әлде видео түсіресіз бе, біздікін түсіріп берсеңіз деп айтқан. Соған кішігірім дайындық бүгін енді. Магазинге келдім, стедикамға. Мынандай бір покупка болып жатыр бізде. Осы стабилизатор. Бұрын өте қымбат болатын, қазір кішкене бағасы қолжетімдірек болған екен. Сол себепті сатып алдым. Құтты болсын деп қойыңыздар енді. Бір арсенал толықтырылуда. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Эфирден шығып үміткермен кездесіп енді запись бастырғы студияға келдім. Шүкір Алла, прям қатты шаршап тұрмын. Қасыңызға алып алмайсың ба дейтіндерге пожалуйста, мен эфир уақытысымен қазір қызымның қарауға шамам жоқ. Сөзінің шығып внимание де аударып жүрген жоқпын. Сол бұған Шымкентте Рахат апа азында тұрады, кашасын дайындап береді. Потом тетясы барып мектепке апарады, балетке апарады. Сояқ тыныш жағдай болады. Қазір мен қасымда азында тұрады. Завтра кешпей барамыз, студиядан ішеміз. Кешке үсті машинада ұйықтайды, шаршаптым, жағдай болмай тұр. Субботаға дейін шыдасын, бұйырса Шымкентке қайтамыз сосын. Қайырлы таң, мен енді тұрып отырмын. Көбісі мен ашты екен деп ойлап қалған ғой магазинді. Мен ашқан жоқпын, бірақ себебі қалай білмеймін, мен аштым деп айтқан жоқпын ғой. Мен таныстарым ашты, мен ол жақта сол магазиннің лицосы болып тиктоктарын жүргізем, тиктоктарын дамытам, оларға Алматыдағы адамдар сол жақта күшті магазин бар екен білсін деген сияқты мені лицо қылып алды. Шүкірейін деп қалдым ғой.
сол ол открытияны мен жүргіземін, короче. Жүргізгенде мен болам да ол жақта, келіңіздер қалайсыздар деп фотоға түсеміз, бірге әңгіме айтамыз, перезвонитамын деп айтқаным ғой. Сол, енді бір жағынан рахмет үлкен, бұйырса ашып қалам өзімдікін. Мен өзімдікін ашқанда үйтіп бір сториспен шықпаймын ғой. Өзімдікін ашқан кезде, осылар қалайсыздар, келіңдер ертең мен ашып жатырмын деп айтпаймын ғой. Мен рилс жасап, біз ашылдық, уау деп айғайлап, мен аштым достар деп айғайлаймын. Поэтому өте бір кішкене қиындау адамдармен жұмысты бастаған сияқтымын. Ертең принципиально 80 адам болып келіңіздер, достар. Дананың қолдаушылары мықты, Дананың қолдаушылары көп деп айтатындай, ойбай деп қалатындай. Кішкене бір қиындау болып тұр ма, или білмеймін. Или нормально, не знаю, короче, маған көп адам мінезі ұнай бермейді, короче. Просто мені түсінбейді да. А так киімдері күшті, маған ұнады, арзан бағада, көп нәрсе арзан, көп нәрсе алып кете аласың, полный 2-3 образ алып кете аласың. Сол енді өзім үшін керек, жұмыс істей беремін. Ертең 12:00-да сіздерді күтем. Дананың қолдаушылары капет көп екен ғой дегендей 80 адам болып жиналып келіңіздер, сауда жасайсыздар. 5.000-нан, 10.000-нан, 20.000-нан асқандарға күшті подарктар береміз. 10.000 теңге, 2.000 теңге деген болмайды енді. 5.000 теңгеден 10.000 теңгеден асса күшті болады.